Жаз, үлкен теңіз жағасындағы демалыс. Сіз осындай демалысты армандайсыз ба? Онда Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасын таңдаңыз. Рахман қайнарларында алакөлге жүрмейтін үлкен лайнерлі қайық тек Бұқтырма өзенінде саяхат жасайды. Саяхатшылар келген кезінде үлкен мынадай қайықта болады. Бұқтырма су қоймасын шаңып шығады. Бұл жердегі көріністі көру өте ғажап. Және саяхатты бізбен бірге жалғастырыңыздар. Бұқтырмаға келу үшін Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскеменнен 100 шақырымдай жерде жол жүресіз. Ертіске 6 айдан келіп құятын Бұқтырма гидроэлектр станциясы 1960 жылы салынған. Бұқтырма туристер үшін бұл танымал демалыс орны. Әлемдегі ең ірі жасанды су айдындарының бестігіне кіреді. Бұқтырма су қоймасының әртүрлі әдемі көрікті жерлерін қарап шығуға өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Ежегодно нас посещают. Жыл сайын бізге 500 мыңнан кем емес адам келеді. Әртүрлі елдерден, жақын және алыс шет елдерден. Барлық 6 мыңнан астам үйлер тапсырылып, демалушыларға жағдай жасалады. Людмила Краснословецева 90 жылдардан бері базаға ие. Ол сол кездегі жайттарды еске түсіріп, ең алғашқы базада салынған жаздық үйді көрсетті. База отдыха начиналась вот с этого домика. Бұл сол кездегі жақсы үй болды. Жазда ыстық емес, қыста суық емес. Қазір ол сәннен шықты. Адамдар заманауи үйлерге келгісі келеді. Қазір демалушыларға заманауи үйлер салынған. Вот, посмотрите, это наши новые дома на первой береговой. Бұл Бұқтырма жағалауында жаңадан салынған үйіміз, қатарынан 4 үй тұрғыздық. Мына жерде отырып, әдемі көріністі көресіз және мангалда кәуап пісіре аласыз. Сізді үйдің іші көрінісімен таныстырайын. Қолайсыз ауа болғанда үйде тамақтану жолдарында қарастырдық. Барлық жиһаздарды орналастырдық. Теледидар, ыдыстар, тоңазытқыш, ыстық және мұздай су да бар. Бізде жуынуға душ та бар. Екінші қабатты көрсетейін. Онда 4 адамға арналған 2 жатын бөлмесі бар. Бәрі ұнап тұр, ауа райы тамаша, су жылы, адамдар да күшті, бәрі ұнайды. Бұқтырма су қоймасында демалыс күндері 50 мыңға жуық халық келіп демалады. Мұнда 548 демалыс орындар мен 50-ге жуық саяжайлар орналасқан. Бұқтырма су қоймасында тек суға ғана жүзіп қоймай, қайықпен және скутермен су бетінде қалықтап жүзуге болады.
келген демалушыларға қарап, бұл орын ТМД арасында кеңінен танымал екенін түсінесің. Облыс әкімдігі Алакөл үлгісі бойынша алда қаржылық қолдау көрсетуге дайын. Алдағы 3 жылда бұқтырма жағалауы айтарлықтай өзгеріп, мыңдаған демалушылар шығыстың тағы бір інжу маржанын көре алатын болады.